Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы баскетбол ойыны. Бір орында тұрып, допты екі қолмен кеуде тұстан торға лақтыру әдісін үйрету. Сабақтың мақсаты: ойын техникасының элементтерін үйрету, денсаулықты нығайту, оқушыларға төзімділік, ептілік, жылдамдық қасиеттерді қалыптастыру, оқушылардың спортқа деген қызығушылығын арттыру. Допты бір-біріне беру кезіндегі қауіпсіздік ережесі. Допты қағып аларда бас бармақты допқа қарсы бағыттауға болмайды. Саусақтарды корзина тәрізді бағыттау қажет. Жерден ұшқан допты қабылдау кезінде мұқият болу, саусақтарды дұрыс қоя білу қажет. Жақын жерден бір-біріне допты тез бермеу керек. Көрмей тұрып командаласына допты бермеу керек. Допты қолдан қолға бермеу қажет. Оқушылар, баскетбол ойынының ережелері мен техникаларын таныса отырайық. Баскетболмен шұғылдануды дұрыс ұйымдастыра білсе, оның адам ағзасына жан-жақты жақсы әсері мол. Бұл ойын балаларды көбірек қызықтыруда. Төменгі жастағы балалар кіші баскетболмен көптеп айналысады. Орын ауыстыра білу. Жүру жылдам, қозғалу қажеттілігі жоқ жағдайдағы ойыншының бағытын өзгере қою үшін пайдаланылады. Ал жүгіру бағытты тез ауыстыруды қамтамасыз етеді. Ойын кезінде бір қалыпты және қарқынды жүгіру түрлері қолданылады. Тоқтау. Белгілі бір бағытты қозғалысты кент тоқтау мүмкіндік беретін тәсіл. Тоқтаудың екі түрі бар. Бір және екі аяқпен тоқтау. Бұрылу допты алу үшін ойыншылар бір жерге топтаса қалғанда допты алып келе жатқан ойыншыны оны өзгелерден қалқалау үшін қолданылады. Бұрылудың алға және артқа бұрылу дейтін екі тәсілі бар. Қазіргі баскетболда қалқан астындағы күрес ерекше маңызға ие. Белгілі баскетбол ұраны кім қалқанды жеңсе, сол ойынды жеңеді. Және баскетболшының өнер көрсетуінің негізгі статистикасының бірі бұл бір ойын немесе бүкіл маусым болсын, кері доптар саны және блоктар. Өздерінің білетіндей, кез келген мәдениетте адамдар ең жоғарғы бақыт сәтінде қуаныштан секіреді. Секіру халықаралық деңгейде мойындалған қуаныш көрінісі. Ал баскетбол секіруге негізделген спорт. Мүмкін ойыншы бақытты болғандықтан секіреді, бірақ ол секіргендіктен бақытты болуы мүмкін. Мен ойыншылардың ойынның барлық бөлшектері туралы шағымданғанын естідім. Ережелер доптың өлшемі немесе түсі, киім-кешек, бөлмесінің пішіні немесе температурасы, бірақ ешкімнің секіру керек деп шағымданғанын естіген емеспін. Баскетбол ойынын тамашалайық.
1 дегенде солға қарайсыз, 2 дегенде оңға қарайсыз, 3 дегенде жоғары, 4 дегенде төмен қарайсыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кен ашып тұрыңыз. Қолды белге қойыңыз. Басты оңға солға, артқа бұрып еңкейтеміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кен ашып тұрыңыз. Сол қолды жоғары, оң қолды төмен түсіріп, артқа алға қарай сермеңіз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Жүзу жаттығуы. Жүзген сияқты қолыңызды сермеңіз. Бұл иығы пен қолды жаттықтырып, омыртқаны түзейді. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Екі жаққа қарай иілуді орындаймыз. Оң қолды жоғары көтеріп, солға қарай созуламыз. Қолды ауыстырып, оңға созуламыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кен ашып тұрыңыз. Қол екі жаққа созылған. Денені оңға және солға бұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Аяқтың арасын кен ашып тұрыңыз. Қолды аяқтың ұшына тигізуге тырысып, алға артқа еңкейіп шалқаямыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Аяқты бірге қойып, қолды жоғары көтереміз. Аяқ ұшына тұрып, жоғары қарай бүкіл денені созамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқты бірге қойып, қолды белде ұстаймыз. Асықпастан отырып тұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тік тұрып қолды дене бойы созыңыз. Ішке қарай тыныс алып, сәл тоқтатып, одан кейін демді шығарыңыз. Тыныс алу, шығару. Тыныс алу, шығару. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.